Балалар, бізде қазір қазақ тілі сабағы. Ортақ тақырып өнер, бөлімше зат есімнің тәуелденуі. Сабақтың мақсаты өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау. Тәуелдік жалғауларының қолданысын білу. Балалар, тәуелдік жалғауларын біз кеше өткенбіз, сонда да әлі де алған білімдеріңді одан ары тереңдету мақсатында бүгін ертең тағы өтеміз балалар. Сондықтан мына ереже дәптерлеріне жазып жаттап аласыңдар. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулары дейді. Тәуелдік жалғаулар үш жақта жекеше және көпше түрде айтылады. Мысалы, бірінші жақта өнерім, екінші жақ өнерің, өнеріңіз, үшінші жақта өнері көпше түрде өнеріміз, өнерлерің, өнерлеріңіз, өнерлері. Жақсы, балалар, мына кестені де естеріңе сақтап, ереже дәптерлеріне сызып жазып аласыңдар да жаттайсыңдар. Келістік пе, балалар? Жақсы, балалар, ендеше мына кестеге назар аударайық. Мен айттым, және жекеше және көпше түрде кездеседі дедім. Және бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақта болады дедім, тәуелдік жалғаулары. Енді м. Бұл менің бірінші жақтағы. Екінші жақта ың, екінші жақ сенің дегендегі жалғаулар. Үшінші жақта сіздікі болса, онда ыңыз болады, оңыз болады. Үшінші жақ оның біздің көпше түрде, сендердің көпше түрде, сіздердің көпше түрде және олардың көпше түрде. Міне балалар, бұл жерде дәптер сөзі осы тәуелдік жалғауларға айтылған екен, дәптерім, дәптерің, дәптеріңіз, дәптері, біздің дәптеріміз, сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптері. Балалар, бұл кестені де ереже дәптерге сызып, жаттап аласыңдар. Ендеше балалар, оқу тапсырмаларына назар аударайық. Бүгінгі күн атауын жазамыз. 26 қаңтар. Каллиграфиялық сәтке Ж әрпінің бас әрпін және кіші әрпін жазып шығамыз. Енді балалар, шығармашылық тапсырма орындаймыз. Сендерге үй, кітап, қалам сөздерін жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз деп берілген екен бұл тапсырма. Яғни мен кесте сызып қойдым. Енді дәл осындай дос деген сөзді алдым. Осыған қарай отырып, сендер қалған үш сөзді не істейсіңдер балалар? Дұрыс айтасыңдар, жекеше және көпше түрде тәуелдеп жазасыңдар. Келістік пе? Енді бұл тапсырма мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші кестені сызады, екінші берілген сөздерді жекеше, көпше түрде тәуелдеп жазады, үшінші көркем, сауатты жазады. Балалар, осымен қазақ тілі сабақ аяқталды. Сабағымыздың соңында сабаққа кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Леп белгісін жазып жібергендерін, маған бәрі түсінікті дегендерін, сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін. Жақсы балалар, келесі сабаққа дайындаламыз.